Қайырлы күн, құрметті қонақтар және сән сүйер қауым. Наурыз Fashion 2025 ұлттық киімдер сән көрсетіліміне қош келдіңіздер. Ұлттық киімдер сән көрсетілімі бұл еліміздің мәдени мұрасын, дәстүрін және бірегейлігін паш ететін ерекше шара. Мұндай көрсетілімдер ұлттық киімдердің заманауи үлгілерімен үйлесімін, тарихи нақыштарын және сәндік элементтерін көрсетуге мүмкіндік береді. Бүгінгі сән көрсетілімінің маңызы мәдени мұраны насихаттау, дәстүрлі киімдер арқылы ұлттың тарихын, салт дәстүрлерін дәріптеу болып табылады. Дәстүрлі киімді заманауи сәнмен үйлестіру арқылы жаңа стильдер қалыптастыру. Уақыт өзгерген сайын киім үлгілері де жаңарады. Қазақ Шапан ұлттық киімдер орталығының дизайнерлері дәстүрлі ұлттық нақыштарды сақтай отырып, қазіргі заманға сай сән үлгілерін жасады. Орталықта шапандардан бөлек қазақ халқының иісі аңқыған бөрік, сәукеле, камзол, тақия, бешпет, жейде, етік және басқа да ұлттық элементтері бар. Олай болса, баршамыз бірге Қазақ Шапан ұлттық киімдер орталығының сән көрсетілімін тамашалайық. Қошеметпен қарсы алыңыздар.
Көрсетілім ұнаса, бір қолымыз соғып қойықшы қатты. Бәрекелді. Ұлттық киімдер біздің мәдениетіміздің айнасы. Бүгінгі сән көрсетілімінде біз өткен мен бүгіннің үйлесімін көрдік. Сөз кезегі Балқаш қаласының мәдени сауық орталығының директоры Сапарғали Ұлпан Еркінбек қызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі тамаша кешке жиналған қонақтар. Бүгін қаламызда алғаш рет осы наурызнама 10 күндік аясында 18 наурыз ұлттық киім күніне арналған іс-шарамыз өз тұсауын кесіп отыр десек те болады. Сол үшін бір қол шапалақ құрметті. Енді бұл іс-шараның ұйымдастыруында сонау басында тұрған Аманкүл ханымға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Өз қолдауын көрсеткен. Бұл ұлттық киім күні біздің салт дәстүріміз, ата-бабамыздың қалдырып кеткен біздің ұлттық нақыштағы киімдерімізге бір тағзым. Сол ұлттық салт дәстүрімізді дәріптейтін күндердің бірі деп айтсақ болады. Ал енді біздің қазақта бір салт дәстүр бар, ол седен құр шықпа дейді ғой. Аманкүл ханым және оның әріптестері, оның командасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осы тамаша кештің ұйымдастыруына атсалысқаны үшін мәдени мұраны насихаттау, дәстүрлі киімдер арқылы ұлттық тарихымыз бен салт дәстүрімізді жаңғырту мақсатында ұйымдастырылған Наурыз Фэшн 2025 сән көрсетілімінің өтуіне атсалысқаны үшін Аманкүл Қанатбекқызы Қауымбековаға алғыс білдіреміз. Аманкүл ханым және командасына. Ал қошеметтеріңізді аямаңыздар. Енді ізін суытпай сөз кезегін Қазақ Шапан ұлттық киімдер орталығының негізін қалаушы Аманкүл Қанатбекқызы Қауымбековаға беріледі. Бір қолдап қойыңыздар. Сіздерге мынау алтын уақыттарыңызды бөліп, киім отырғандарыңызға мың алғыс рахметімді айтамын. Мынау қазақ халқымыздың дәстүрі мен тарихымен ұштасқан осы нағыз ұлттық киім ғой. Бүгін мына 18 наурыз ұлттық киім күні құтты болсын. Баршаларыңызды келе жатқан наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бұл үрдіс, бұл мереке жылдан жылға жаңарып жалғаса берсін. Біздер де осындай өте үлкен керемет туындыларымызбен қуанта берейік, алғыс ала берейік. Құрметті менің әріптестерім, Қазақ Шапан ұлттық киімдер орталығының қыздары, тігіншілері, ең үлкен алғыс сендерге. Осы үлкен еңбекті жасап отырған сендерге мың алғыс. Одан кейін осы кешті ұйымдастырып отырған Балқаш мәдени сауық орталығының қызметкерлері, ұйымдастырушылары, сіздерге де үлкен алғысымды айтамын. Осындай тек қана жарық күндерде, жақсы күндерде, бейбіт күндерде, әдемі күндерде осындай біз үлкен жақсы ұлттық туындыларымызбен кездесе берейік. Баршаңызға мың алғыс. Рахмет сізге, Аманкүл ханым. Келесі сөз кезегі ұлағатты ұстаз, ардагер ұстаз, осы мәдениет саласының үздігі, мәдениеттің жілігін шағып майын ішкен Берікбол ағамызға сөз береміз. Қошеметтеп, қолдап қойыңыздар. Қадірлі, мынау бүгін үлкен шараға жиналған қазақтың осы Балқаштағы қара шаңырағы саналатын ана мәдени Абай хан атты сарайда бір шара өтіп жатыр екен. Біздің қаламыздың мәдениетіне үлкен үлес қосатын осы мына Балқаш қаламыздың мына қара шаңырағы. Мен мына ақсақалдар арасындамын. Менің жасымдағы адамдар 75-тен 80-ден асқан адамдарға жиі әңгімелесіп отырамыз, кездесіп отырамыз. Әлі күні біз шараға
керемет риза болдық. Оның соңындайды көрмегенбіз. Манағы көшеде жүріп, киімдерін киіп алып, осы мәдениет сарайының жұмысшылары ғой, әншілері, бишілері, автобустың ішінде, магазиндердің ішінде керемет деген бұрын Алматыдан ғана көретін, немесе бір үлкен бір шетелдің мәдениетінен ғана көретін үлкен шара ұйымдастырды. Мүмкін бұрында болмас шығар, бірақ біз бірінші рет көрдік та, өте бір керемет жақсы ұйымдастырылған деп, мен осы мәдениет саласының басшысына рахметімді айтып өте керемет риза болдым. Ал енді мына бүгінгі шараға мына қазақтың ұлттық киімдері, бұл әлемде ең мықты саналатын киімдер. Мына шығыстасың да, мына батыстасың да, қазақтың ұлттық киімдерін қадірлемейтін, қастерлемейтін, оларда ондай мәдениетсіз, ондай жоқ. Керемет қадірлейді. Әбділхамит Арайбек деген ағаларым бар, екеуміз жиі кездесіп, ең алғаш тәуелсіздік алған кезімізде бағдарламаға қалып өтпей тұрғандар. Сол музыка бағдарламасын мына жазған кезде жазған осы сонда таратты. Сол кезде оның Көкіл деген ансамблі бар. Көкіл деген ансамблінің ерекшелігі ылғи ұлттық аспаптар, сосын ылғи ұлттық киімдер. Сонымен жиі Америкаға барады, Европаға барады. Сол бір әңгімесін айтып отырған кезде маған бейді. Кеннеди Холл ғой деймін Америкада, отбасы Кеннеди Холлда бірінші барғанымыз дейді. Есіктен кірейік десек екі жағында тұрып алған дейді. Ана қазақтың киімдерін былай сипап, рұқсатқа деп келеді дейді, сипағысы келеді дейді. Содан кейін енді біз ишарат білдірмек, мәдениетті түрде дейді. Ананың келіп жағы киімдерін былай сипап өтеді. Содан кейін енді қазір мен жүрген отырмын, осы үшінші баратынымыз дейді. Екінші кездескенімізде дейді, залға қарасам, біреу тақия киіп апты дейді. Біреу камзол киіп апты дейді, жаңа концертті көруге дейді. Көкіл деген сол кезде фольклорный ансамбль. Қазақтың ұлттық аспаптарын, қазақтың ұлттық музыкасын және қазақтың ұлттық киімдерін насихаттаушы. Әбділхамит Арайбек деген телевизордан жиі көрсететін, қазір сенде телевизор көрмейсіңдер, сотта тұрсыңдар ғой, ол ағалары бұл Қазақстанға танымайтын адам жоқ. Содан дейді, залға қарасақ дейді, біреу енді өзінің білгені ғой, тақия киіп апты дейді. Қазақтікіне емес, сен татарлықіне ұқсайды дейді. Біреу камзол киіп алған дейді. Әйтеуір шамасына келгенше сондай киіммен келіп қазақтың ұлттық киімін және ұлттық музыкасын қадірлегендігі сондай залдың әр жерінен бір жерінен сондай бізге деген мәдениетті көрсетіп отыр дейді. Содан кейін ең бір қызығатын жері, енді сұрағысы келе ме білмейміз дейді, шығарда тағы да тізіліп тұрыпса киім бізге қарайды дейді. Сосын түсініп алдым, мен рұқсат деп айтып дейді. Содан кейін келіп жағын сипалап бүйтіп көретін болды дейді. Ал енді осындай қазақтың сәнін, салтанатын, ұлттық киімінің үлгісін көрсетіп отқан мына өзіміздің мына Қарашаға мына жерде үлкен шаруа. Бұны енді елдің бәрі көретіндей, қазір өзі әр жерден наурыз тойлап отыр ғой. Бұрын наурыз ерте кезде тойламаған. Ол тәуелсіздіктің арқасында келген наурыз. Қазір әрбір үйде қарасаңыздар осында киіммен шамасының келгенше наурыз тойлап отыр. Ал енді көшеде жүрген ел көреді, көрмегендері біледі, мінекей мен қатысып отырмын, мінекей өздерің қатысып отырсыңдар. Үлкен бұл мынау үлкен сарайдың қабырғасы бүгін үлкен мәдениеттің киесі болды, куәсі болды. Біз де соның куәсі болып отырмыз. Сендерге осыны ұйымдастырған, сендерге рахмет. Келіп отырған әрқайсыңа рахмет. Анау жаңа кішкентай балалардың өткенін көрмейсің бе? Киімдердің жарасына қарай, және осыған беріліп тұр. Анау іште деген қазақтың тегі бар ғой жүрмейді. Кәдімгідей былай қарай болып өздерін көрсетіп отыр. Үлкен мереке. Сендердің барлықтарыңа рахмет. Әрқашан осындай елді таң қалдыратын, елге үлгі болатын, мәдениетті болатын осындай шараларды өткізе беріңдер. Ал енді мен білмей қалдым, мынаны кішкене түсінбей қалдым мен. Әйтпегенде қасымдағы үлкен кісілердің бәрін алып келетін. Олар білмей қалды. Білсе бірі қалмайтын бәрі келді. Ал енді жастар әркім нәрсемен жүрген, олар сол келмей қалуы мүмкін. Егер мен білгенде өзімізге қазір енді үш шара көп қой өзі. Мен шаңырақ деген бір жерде тағы бір шара бар қойдым. Соған баруым керек болатын тағы. Сонымен шатыстырып жүрген сұрап отырмын, шаңырақтар болсын. Сөйтіп мына үлкен бір кезекті шараларға келіп, сендерге рахмет. Жоқ, дәл тұттым. Тура келдім, қуанып отырмын. Ана жаңағы балалардың өздерін мына ұйымдастырғанда. Бұл кішкентай ғана шарада ойлауға болмайды. Бұл үлкен, мазмұны үлкен тәрбиелік шара. Біз өз тарихымыздан ажырап қалғанбыз. Біз мәдениетімізден ажырап қалғанбыз. Біздің халқымыздың тең жартысы бөтен болып кетті. Тілін білмейді, мәдениетін білмейді. Олар енді қазақ болмайды, олар бөтен сөйлетуге кеткен. Ал енді қалғандары мінекей мыналар. Соған мына тәрбие, мына үлгі, бұл өте қажет нәрсе. Қазақты қайтадан жандандыруға, қазақтың рухын көтеруге, қазақтың шаңырағын биік көтеруге мен осындай тәрбие керек. Бұны осындай ұйымдастырған жағдайда ғана болады. Мектеп білім берсе, ана
қазақтың қаладағы Қарашаңырақ абай мектебі дейміз ғой, ертеден жалпы қазақ мектебі. Ал осы мына қаладағы мәдениеттің Қарашаңырағы осы жер. Міне осы жерден бастап мәдениет осы жерден бастап. Бәрге де бәрге. Наурыз құтты болсын. Наурыз шақыртын басты болсын. Әрқашанда қоласты алқаға жеткізіп қуаныштың жылы болсын. Рахмет сізге. Келесі сөз кезегі қаламыздың белсенді азаматшасы Анар Дәулетқызы Адамбековаға беріледі. Қошеметтеп Анар ханымды ортаға шақырайық. Құрметті қалайық, шынымен қазіргі соңғы жылдары осы наурызнама күнтізбесі бүгін ұлттық киімге арналды. Бүгін айтып жатырмын, оларға рахмет ұйымдастырып, сөйтіп қонақ ретінде шақырып жатқандарыңызға үлкен алғысым шексіз. Шынымен мен жаңа айтып да, егер осы бір күнге ғана арнаймыз біздің ұлттық киімімізді, сөйтіп күнделікке айналдырайық осы ұлттық киімімізді, жұмыста болса да, қай жерде болсақ та, өзіміздің ұлттық киімімізді ылғи көрсетіп өткен ол қазір жаңа сән көрсетімді қарап отырмыз, өте әдемі, неше түрлі модельдер бар. Сол көркейе беріңіздер, шапан қазақ шапаны өзімен неше түрлі модельдермен бізді танытсын. Сол барлықтарыңызды келе жатқан наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет сіздерге. Оны бүгін өзім арнайы бірнеше өзіме костюм тігіп, оны айтпаса да өзім наурыздан бастап киіп жүрмін. Сөйтіп өз киімімізді қадірлеп жүре берейік. Рахмет. Бүгінгі сән көрсетіліміне қатысқан барлық модельдерге және сіздерге құрметті көрермендер, алғысымызды білдіреміз. Біздің мақсатымыз ұлттық құндылықтарды жаңғырту және оны болашақ ұрпаққа жеткізу. Олай болса, келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Келе жатқан наурыз мейрамы баршаңызға құтты болсын.